Ассаламуалейкум, ардақты Алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Өткен мерекелеріңіз құтты болсын. Біраз уақыт болды сіздермен сөйлесе алмай жатырмыз, жұмыстың қарбаластығына байланысты. Алла қаласа енді бұдан былайғы жерде осы ұлы көш медиа каналы арқылы сіздермен пікірлесіп отырамыз. Мен бүгін шұғыл түрде бір ауыз әңгіме айтуға тура келді сіздерге. Әңгіменің тақырыбы баяғы Қазақстан Республикасының 2023 жылдан 27 жылға арналған көші-қон саясатының тұжырымдамасына байланысты. Аталған тұжырымдама қазір министрлікте қайтадан қарастырылып жатқан көрінеді. Бүгін емес, 25 қазан кеше Азаттық радиосының қазақ қызметінің сайтында қандас мәртебесі азаматтық алу, қазақ картасы, үкімет тұжырымдамасы неге сынға қалды деген тақырыпта көлемді мақала шықты. Осы мақала менің назарымды аударды. Өткенде осы Азаттық радиосының журналисі маған да хабарласып, осы мәселе бойынша менің пікірімді алған болады. Мен сол өздеріңіз білгендей құқық пен саясат жөніндегі өзімдің ойларымды айтқан болатынмын. Сондан кейін жаңағы қазірге дейінгі қолданыстағы заңнамалардағы қандастарымызға азамат беру тәртібін өзгертпеу жөнінде, сол бетті қалдыру жөнінде сөйлеген болатынмын, айтып берген болатынмын. Егер өзгерту қажет болатын болса, онда одан ары жеңілдете түсу жағын баса айтқан болатынмын. Менің сол сөздерімді Азаттық радиосының журналисі қаз қалпында жаңағы қағазға түсіріп, осы бүгінгі мақаласында беріпті. Шетелден атамекенге қоныс аударған қазақтардың көшін үкімет айқындаған 7 облысқа қайта бұру мемлекеттік саясат, бірақ мемлекеттік саясат адамдардың құқығына қол сұқпау керек. Қандастардың Қазақстанға көшіп келуі, атамекендегі қонысын өзі таңдауы, азаматтық алуы олардың заңды құқығы дейді Ауыт Мұқибек деп беріпті. Мен Азаттық радиосының журналисіне бұл үшін рахмет айтамын. Енді менің назарымды аударған бір сөз, бұл жерде біздің қандасымыз, сол шеттен келген белгілі тұлға Қайрат Бодауқанның пікірі болып отыр. Қайрат Бодауқан ағамызды мен өте жақсы білем, өте білікті маман, саяси қайраткер деп айтуға болады. Бірақ мынау жерде бүйтіп айтыпты. Асар қоғамдық бірлестігі жетекшісі Қайрат Бодауқан шетелден көшіп келген қандасқа Қазақстан азаматтығын 1 жылдан кейін беруді қолдайды деп жазып. Мен мұнаған сенбеймін. Мәселе осы жерде болып тұр. Мен Қайрат Бодауқан ол басын кесіп алсаң да ондай сөз айтпайды. Сол анау журналист сол дұрыс түсінбей қалды ма екен, әлде бір басқа мақсаттар болды ма екен, осылай деп жазыпты. Енді Қайрат Бодауқанның өз сөзін оқиық. Егер 1 жылдың ішінде тұрақтап қалатын болса, онда ары қарай азаматтық алуға мүмкіндік береді. Көп жағдайда, мәселен, оңтүстіктен солтүстікке көш бағдарламасы бойынша барып, үкімет көмегін алғаннан кейін қайта көшіп кетіп жатқандар да көп қой деген сөзбен анау қабыспайды. 1 жылдан кейін берсең де, 4 жылдан кейін берсең де, бәрібір көшіп кететіндер көп болып жатыр ғой деген мағананы түсініп отырмын мен. Сіздер қалай ойлайды екенсіздер? Сондықтан Қайрат мырза бұндай сөз айтпайды. Мен айтар едім. Қазір қолданыстағы Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңның 16-шы бабының 16-да 1-ші бабында мынандай норма бар. Қазақстан Республикасының азаматтық туралы заңының 16-да 1-ші бабында мынандай норма бар. Жеңілдетілген тәртіппен, тіркеу тәртібімен азаматтық алу туралы материалдарды қарау мерзімі өтініш берген күннен бастап 3 айдан аспауға тиіс дейді. Демек, 3 айдың ішінде сіз құжатыңыз тапсырсаңыз, сіздің азаматтығыңыз да беріледі. Егер ықтияр хат аламын десеңіз, ықтияр хатыңыз да беріледі. Сондықтан бұл норманың бір нүктесіне тиіспеу керек үкімет. Бұны өзгертпеу керек. Бұған өзі әрең әкелдік. Білесіздер ғой? 13 жылы 4 жылсыз азаматтық бермейтін заң қабылданып кеткен. Оған дейін 6 айдың ішінде қарайтын. Міне әзір рақат 3 айдың ішінде қандастарымыз азаматтық алуы керек. Сондықтан бұны өкіметтің неге осы норманы қайта шиырлап, майлы шекше айландырып қалғанын мен түсінбей отырмын.
солтүстігіңізге апара беріңіз өкімет айқындаған өңірлерге. Оның азаматтықпен не қатысы бар? Наоборот, керісінше, қандастарымыз келіп тез азаматтық алып содан көшіп бармаймын. Егер сіз соларды апаратындай жағдай жасасаңыз, мысалы, жеңілдіктер жасасаңыз, соларды ынталандыратындай шаралар қолдансаңыз, олар өздігінен көшіп барады, өздігінен. Ол жерге қандас болып барды не, Қазақстан Республикасының азаматтығын алып барды не, бәрібір емес па? Сізге үкімет айқындаған өңірлерге жұмыс күшін толтырып берсе болды емес па? Сондықтан мен мынаның астарында бір кілтипан бар деп есептеймін. Бұның астарында қазақ көшін тоқтату бір жұмысқа саясат бар. Не, сонда бір жыл отыру керек па сол жерге барып? Бұндай әңгімені үкімет құрметті Әлихан Асқанұлы доғарыңыздар, тоқтатыңыздар, айналайындар. Азаматтық беру мәселесімен алыспаңыздар. Егер керек па, шетелдегі елшіліктерден азаматтық беріп алып беріңіз. Шетелдегі Қазақстанның елшіліктері бар ғой, жаңағы консулдықтары бар ғой. Этникалық қазақтар сол жерден құжатты өткізіп, сол жерден азаматтық беретін мынау Израильдің тәжірибесі бойынша. Сондай норманы енгізіңіздер, егер қандастарға жандарыңыз ашитын болса, шеттегі қазақтарға. Мен баяғыда ұсынғам, өтпей қалды, өткізбей тастадыңыздар. Сондықтан бұл нормаға бір әрбіне тиісуге болмайды. Бұл бірінші айтарым. Екінші, осы мақаладағы менің назарымда аударған бір мәселе болды. Бұл мәселе мынау еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі, көші-қон комитетінің өкілі Дастан Айтқұлов деген жігіт комментарий беріпті. Мен Дастан Айтқұловты өте жақсы білем, өте жақсы көретін менің бауырым, өсіп келе жатқан жігіт. Мен онымен бірнеше мәрте отырып мәжілісте заң жасау жұмыс тобына қатынасқам. Енді ол өкіметтің адамы ғой енді. Бірақ ол жақсы жігіт. Ал енді осы Дастан Айтқұлов мырза былай комментарий беріпті. Тұжырымдама жобасында дейді, басқа өңірлерге көшіп келген жағдайда ол адамдарға жалпы тәртіп бойынша дейді 5 жылдан кейін азамат беріледі деген ой болған дейді. Әне мойындап отыр. 5 жылдан кейін азаматтық беріледі деген. Содан кейін біз қарсы шыққаннан кейін ол тұжырымдамадан бас тарттық дейді. Жаңағы 5 жыл азаматтық беретін нені тоқтаттық дейді. Береміз деген жобадағы өткендегі жаңағы 5 жылдық жаңа тұжырымдамадағы ол нормадан бас тарттық дейді. Қандас мәртебесін беру тәртібі өзгереді деп қана жаздық дейді. Демек қандас мәртебесінің уақытын ұзарту мүмкін. Бұл да сол 1 жылда ақырындап бүйтіп шығарып отыр. 1 жылда шығарып отыр. 1 жылдан кейін берсек деген сияқты бір кішкентай бір нелері бар сияқты, ойлары бар сияқты. Мен айттым ғой, тағы қайталап айтам, мына 3 айдың ішінде қаралады дегеннің бір нүктесіне тиіспеу керек. Қандастарымыз азаматтық ала ма, ықтияр хат ала ма, өзі біледі, бірақ ол 3 айдың ішінде алу керек. Менің бұл сіздерге айтатын талабым осы, қоятын талабым осы. Егер қолдаса шетелдегі елшілік арқылы өтініш беріп, елімізде тұратын өңірін айқындап алғаннан кейін, бірақ Қазақстанға көшіп кесу мәселесін көтермекпіз дейді. Қандас мәртебесін шетелден береміз дейді. Бере беріңіз. Шетелден бересіз ба, өзіңіз апарып бересіз ба, құрметті Дастан Айтқұлов інім, өздеріңіз елшіліктің таратып, Моңғолияға, Қытайға, Ресейге апарып, мынау сіздің қазақ қандас куәлігіңіз деп апарып бересіз ба, бере беріңіз. Оған қарсылығым жоқ. Бірақ олардың азаматтық беру, азаматтық алу уақытын шектемеңіздер. Қай өңірге қоныстанады, оны да шектемеңіздер. Шектемейміз депсіздер ғой. Рахмет соған. Сондықтан бұл мәселе естеріңізде болсын. Біз бұған қарсымыз. Енді жаңағы министрліктің өкілі Дастан Айтқұлов мырза мынандай бір жобадағы бір жаңалығының шетін шығарыпты. Мысалы, жеңілдіктер туралы, үкімет айқындаған өңірлерге қандастарымыз көшіп барса дейді. Егер мемлекет бекіткен өңірлерге келіспеген жағдайда қандас мәртебесін алып, өзі қалаған өңірлерге тұра береді дейді. Міне, беті қайтты. Рахмет. Бірақ оларға ешқандай квота бөлінбейді дейді. Бөлмей-ақ қойыңыз, квота бермей-ақ қойыңыз. Өз аяғымен келсіндағы өзі қалаған қонысына қоныстанып, азаматтыққа құжатын тапсырсын, жаңағы тәртіппен, қолданыстағы тәртіппен 3 айдың ішінде азаматтығын алсын біздің қандастарымыз. Содан кейін қайда баратынын өздері шешсін. Бармайым, отырам десе, сол өзі қалаған жерінде отыра берсін. Өте дұрыс. Ал айқындалған өңірлерге қоныстанушыларға тұрғын үй салуға, тұрғын үй сатып алуға, салуға арнайы
сертификат беріледі дейді. Мына жобадағы жаңалық екен, көңіл бөліңіздер. Сертификат беріледі. Мысалы, егер 10 миллион теңге қажет болса, соның 50%-ын сертификат арқылы өкіметтен, қалған 5 миллионын банктен алады деп түсіндірді шенеунік дейді. Жаңағы біздің Дастан Айтқұлов мырза үкіметтің немесе министрліктің атынан осындай сол болашақ жасалатын жобаның шетін шығарып айтып жатыр. Енді қараңыз. Бұл да ескірген жоба. Баяғыда Нұрлы көш дегенді салған, ол үйлер далада қалып, осылай болған болатын. Мен бұл істей берсін, мен бұған қарсы емеспін. Бірақ егер осы жобаменен сөйтіп сол қандастарды тартамыз десе, тағы 5 жыл зая кеткелі тұр. 5 жыл босқа кетейін деп тұр. Бармайды қандастар, мынауға сенің. Неге? Бұл жерде анау 50% банктен дегенді көрдіңіз ғой. Бұл жерде ол жігіт банктың пайызын айтпады. Ол қанша пайызбен береді? 26%-бен бере ма? 18%-бен бере ма? 8%-бен, 6%-бен бере ма? Бұл мәселе айтылмаған. Мен ойлайым, бұл жеке ойым менің. Бұл жерде міне банктың ықпалы тұр деп ойлайым бұл жерде. Банк ықпал етіп, енді сол келген қандастарды бір клиент қып соларға, ойбай міне 50%-ын біз төлейміз, ала ғой деп соларды бір тартып, балшыққа батырғысы жаңағы ақшада қарызға белшесінен мойнынан буып қойғысы келіп екен деген ой келіп тұр. Көрдіңіз ба? Ол банктың иелерінің кім екенін білесіз. Баяғы Құлыбаевтар, баяғы олигархтар, солар. Сондықтан менің жеке ойым, бұл да бір тиімді шара емес. Бұны басқа жағынан қарастыру керек. Бірақ мен қарсы емеспін, істеп көріңіздер. Құрметті үкімет, құрметті еңбек министрлігі, жобаларыңызды іске асырып көріңіздер. Бірақ бұл жобаларыңыз су кешпейді. Өйткені қарызға әзір ешкімде жоламайды. Бұны басқаша қарау керек. Ондай жоба менде бар, қайталап айтам. Қарыз болғысы келмейді. Айтыңыз. Егер 0%-бен болса, қандастар болсын, ішке көшіп барушылар болсын, қоныс аударушылар келісуі мүмкін. Ал пайызға десеңіз, ол қиындау болып қалады. Өйткені ол жұмыс істеу керек жерде. Сіздің қазіргі оларды жұмыспен қамти қоятын бағдарламаңызды көріп тұрған жоқпын біріншіден. Олар өз бетімен жұмыс істеп, сол өз бетімен күн жаратуға, байлық табуға біз оларды шабыттандыруымыз керек. Соған шарт жағдай жасауымыз керек. Сен апарып қойып, сен анау мектепке күзетші боласың, сен көмір жағасың, сен мұғалім боласың дегеніңмен ол жаққа барып оны көрдік мына өткен жылдарда. Ол жобаменен ештеңе жүзеге асқан жоқ. Сондықтан оларға жер беруің керек. Бара салғанда, мысалы, мен шетін шығарып айттым ғой, бір жер беру керек. Одан да басқа жобалар бар, мен оны айтпаймын. Оны айтатын кез алда. Егер сіздер, тағы қайталап айтам, президент әкімшілігінің келісімін ала отырып, үкіметті, еңбек министрлігін, парламенттің өкілдерін, және қоғамдық біз сияқты мамандарды, министрліктің өз адамдары қоса отырып бір жұмыс тобын құрсаңыздар, біз идеямызды апарып столдың үстіне қоямыз, сол бойынша келісіп отырып жасайық. Үкіметке де тиімді, қандастарға да тиімді отырып жоба жасап шығуға болады. Мен барам деп таласуға. Ол үшін біраз заңнамаларға өзгертулер мен толықтырулар енгізуге тура келеді. Соған шыдасаңыздар жақсы жоба болады. Ал егер сіздердің мына жобаларыңызбен тағы 5 жыл зая кеткелі тұр, 5 жыл босқа кеткелі тұр. Мен осы бүгін ашық айтып қойғым келді. Құрметті еңбек министрлігі, құрметті Дастан Айтқұлов мырза, министріңізге де айтыңыз, комитетіңіздің бастығына да айтыңыз. Мүмкіндік болса үкіметіңізге де менің осы сөзімді жеткізіп қойыңыз. 5 жыл босқа кеткелі тұр. Сол менің бүгінгі айтайын деген сөзім осы. Ауыт Мұқибек, қазан айының 26 күні.